Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте дәмді болып шығатын жаппасай тағамын жасайтын боламыз. Алда менің жаңа видео рецепттерімді көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын елеп қоямыз. Қамырына су, тұз, жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып, ұнды салып, жақсылап қамыр елейміз. Етке бешбармаққа елегендей қамырымызды елеп шығамыз. Осылай қамырымызды елеп болған соң бетін жауып бір шетке ала тұрамыз. Ендігі кезекте начинкасын дайындайтын боламыз. Бізге картошканы, осы жуа сәбізімізді алдын ала турап алдым. Енді етімізді кубиктап майдалап тураймыз. Сосын осы қазанымызға майымызды құйып, бірінші етімізді пісіреміз. Етті кішкене қуырылған соң үстіне сарымсағымызды салып қуырамыз. Сосын пияз бен осындай сәбізімізді салып қуырамыз. Пияз бен сәбізіміз қуырылғанша бағанағы илеген осы қамырымызды тағы қайтарып илеп қоямыз. Су көзінде әдемі болып жайылатын болады қамырым. Ендігі кезекте менде қатырылған осындай болгарскийімізді саламын. Үстіне томатымды саламын. Жақсылап араластырып кішкене тағы қуырамыз. Қуырып болған соң осында картошкамызды кішкене салып, үстіне суды құямыз. Су кішкене бетінен асып тұруы керек. Татымына қарай тұзымызды, петрушкамызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып қайнатамыз. Сосын қамырымызды жайып кірісеміз. Қамырымызды жұқа етіп жайып, жұқа етіп жайылған қамырдың үстіне осыны пісте майымызды жағып шығамыз. Видеодағы көрсетілгендей оқтаумен қамырымызды жинап, кесіп аламыз. Енді қамырымызды осы бағана подливтің үстіне бір-біртіндеп қоятын боламыз. Сіздер осы қамырдың майлы жағын бетіне қаратыңыздар. Асты жағы құрғақ жақ болу керек. Су кезінде майлы бет құрғақ жағын қойсаңыз, су кезінде бір қамырымыз жабыспай әдемі болып пісіп шығады. Бетін жауып пісіреміз 30-35 минут. Мінекей 30-35 минут өтті, қамырымыз пісіп шықты. Енді дастарханымызға ұсынамыз. Осыны подливын бетіне құйып, бетіне укропымызды сеуіп, дастарханымызға ұсынамыз. Ерекше болып шығатын жаппасай тағамын жасап көріңіздер. Сіздерде алда менің жаңа видео рецепттерімді көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.